Петропавл қаласында өңірлік туроператорлар Қазақстандық туристік ассоциация президенті Роза Асанбаевамен кездесті. Өткен жылы елімізде туризм саласында тұрғындар құқығы жүйесінің жұмыс істеу жөнінде біраз өзгерістер енгізілген болатын. Осы ретте жергілікті туроператорлар алдында бірнеше қиындықтар туындап отыр. Эта сумма, она действительно большая, потому что у нас нет такого потока туристов, чтобы 500 тысяч платить за страховую. Осы қиындық салдарынан бүгінде өңірлік туроператорлар аспан асты елінен келетін туристерді қабылдай алмайтын болып отыр. Жалпы бүгінде облыс бойынша 6 туроператор қызмет етуде. Бұл жөнінде облыстық кәсіпкерлік пен туризм басқармасының басшысы Евгений Глотов баяндады. Несмотря на то, что в целом у нас интерес к туристам из Китайской Народной Республики. Жалпы туристерге деген бізде қызығушылық үлкен. Қытай Халық Республикасымен де келісім шарттарға қол қойдық, бірақ алдымызда тұрған қиындықтар осы ойымызды жүзеге асыруға көмектеседі. Роза Асанбаеваның сөзінше, сақтандыру компанияларымен туындап жатқан қиындықтарға қарамастан туристік компаниялар бизнес жүргізудің жаңа деңгейіне өтулері тиіс. Сондай-ақ мейман келер жылы өтетін Экспо 2017 көрмесі елімізге туристерді көптеп тартудың құралы болатынын атап өтті. Но вы должны понимать одну вещь, что любой бизнес – это кез келген бизнес инвестиция екенін түсіну керексіздер. Сондықтан бизнес құрарда одан қанша ақша табамын деген ой болу керек. Мәселен, Экспо 2017 болады. Соған туристерді әкеліп қанша табыс табуды да ойлау керек. Шілденің басында елімізге Қытай Халық Республикасынан 200-ге тарта турист келеді деп жоспарлануда. Оларды қабылдау үшін ел бойынша 56 туристік компания әзір.